Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Видеоға қош келдіңдер. Ең біріншіден сендерден кешірім сұрағым келеді, себебі мен ютубтан вообще аты көтімен жоқ болып кеттім. Өйткені қолым тимей кетті, жұмысым қиын болып кетті, сол себепті ұзақ уақытта көріспей қалдық. Кешірім сұраймын. Және де екінші айтар жаңалығым ол бізде жігіттер новыйдан формат пайда болды. Яғни өздерің білетіндей, бұрын мен далаға шығып ап бірдеңелер сендерге көрсетіп әңгімені жіберіп жүретінмін ғой, бірақ қазір мен ойлаймын, что қазір 2023 жылы влогтарды ешкім көрмейді деп ойлаймын. Сол себепті ондай қазір ешкімге қызық емес. Сондықтан да біз новыйдан форматты бастап көрейін деп жатырмық. Комментарийға жаза кетіңдер, егер де сендерге бұл формат ұнай ма, ұнамай ма, көрейік қаншама адам қолдап көретінін. Бұл форматта, яғни сен, мен құр ғана осындай спокойный обстановкада тып-тыныш отырып, шайымызды ішіп, бір тема жайында әңгімені жіберетін боламыз. Мен сендерге просто презентация көрсетемін. Сендер сол презентацияны оқып отырасыңдар, көріп отырасыңдар. Просто так мен далада жүріп айтқанша, лучше сендерге осылай көріп, көздермен оқып отқан жақсы деп ойлаймын. Материал бұдан да жақсы усваиваться етілуі тиіс. Ендеше бастайық. Бүгінгі тақырыбымыз бізде қыздардан мына 6 белгіні байқасын қаш деп аталады. Яғни қазір тоқтаңдар, дұрыстап нормальный экран қос қойын. Мәссаған сағат бізден 0-ден сағат 12-ден 46 кетіп қалған ғой, почти түнгі 1 болып жатыр ғой. Но ради любимых подписчиков маған бәрібір ғой, короче. Түсірсек түсіре берейік. YouTubeқа салып қойсаң, кім көреді екен бұны? Такс. Қазіргі өздерін білетіндей қыздардың бәрі өте қатты бұзылған. Сол себепті ұлдарға өте чутки болу керек. Олардың көздері мына 6 нәрсені көрсе қыздардан, олар қаша білуі тиіс. Олар ол қыздардан бас тарта білуі тиіс. Өйткені барлық қыз қазіргі заманда ұзақ эксклюзивный отношенияға жарай бермейді. Сол себепті мен сендерді осы мына 6 белгіге назар аударғандарыңды қалаймын. Не себепті мен бұл тақырыпты таңдадым десеңдер, себебі бұл жерде фактор успеха деген нәрсе рөл атқарады. Фактор успеха дегеніміз, ол сенің әйелің, сенің болашақ өмірінде өте үлкен рөл ойнайды. Сен ол әйелмен өте көп сөйлесесің, көп уақыт бойы көрсесің, 24/7 практически екеулердің әңгіме соғасыңдар, өмір сүресіңдер. Сол себепті сенің қандай әйел алатынын, сенің болашақ жетістігіңді тура пропорционалды түрде анықтайтын болады. Егер де дұрыс емес адаммен бір қосылып алсаң, сен онда өмір бақи бақытсыз жамал болып өтуге мәжбүр боласың. Бұл өте күшті емес, досым, өте күшті емес. Сондықтан да мына белгілерге сенің назар аударғаныңды қалаймын. Ең біріншісі, мына жақта енді бірінші, екінші деп неткен жоқ, мен просто 6 белгіні алып, 6-шы, 5-ші деп төмен қарата түсіре бердім. Такс. Номер 6-шысы ол бізде жамандау. Яғни ол қыз өз жұмысын жамандайды, өз мамасын жамандайды, өзінің достарын жамандайды, отырып алады айтады: ана мен начальнигім сондай жаман адам, ол бүгін маған мынандай сөздер айтсады, маған высказывание жасады, мені барлық публично университетті, мен оны сондай жек көремін. Немесе ана бір жұмысындағы коллегаларын жамандауы мүмкін, или өз мамасын айтуы мүмкін, что мен мама мені түсінбейді, әрдайым ұрса береді, әрдайым маған замечание жасай береді, ол всегда мен өмірімді құртқысы келеді, ол контролировать еткісі келеді мені деп айта беруі мүмкін. Өз достарын жамандауы мүмкін, что олар мені түсінбейді, олардың бәрі абьюзер, олар мені ренжіте береді деп ше. Бұл жерде қандай қауіп бар? Бұл жердің қаупы, сендер өздеріңді ерекше особенный сезінулер мүмкінсіңдер. Өйткені ол қыз сендерге барлық нәрсесін айтып жатыр ғой, сондықтан сен ойлай қалуың мүмкінсің: демек ол маған қатты сондай доверять етеді ғой, демек раз уж барлығын айтып жатқанына қарағанда деп. Бірақ мен сендерге айтайын, жігіттер, бұл өте серьезный проблема. Себебі егер де бір қандай да жағдай туып, қандай да бір жағдай ушығып, сендер ол қызбен ажырасып қалсаңдар, немесе ұрсысып қалсаңдар, ол тура солай сендерді де басқа адамдарға жамандайтын болады. Яғни айтады: ана бір менің жігітім козел, бар тұрған оңбаған, ол мені таста кетті, ол бірінші болып нетті. Хотя бәрін бастаған өзі бастаса да, ол сендерді жамандайтын болады. И барлығы оны қолдап, сенің шынымен де жігітің козел екен деген сияқты ойда болады. Сондықтан да бұл өте үлкен проблема, жігіттер. Бұндай
жертва бола қалатын қыздармен вообще кездесуге не стоит, мен сендерге айтайын. Нөмір 5-шісі ол бізде травмасы және де жаман тәжірибесі бар қыздар. Сендер, наверное, Дисней сияқты мультиктарды көрген шығарсыңдар, иә? Сол жақта любой бір қызда жаман бір травмасы болады, иә? Болашақта өткен прошлый травмалар болады, жаман бывшийлар болады. И какой-то принц на белом коне келіп оны өзгертеді, оған қайтадан махаббаттың не екенін көрсетеді, махаббаттың дәмін сездіреді, және де өзінің қаншалықты керемет екендігін көрсетеді, ол қыз онымен бақытты болады. Бірақ бұл тек қана мультфильмдерде ғана солай болады. Ал бұл шын өмір, детка. Сол себепті мен сендерге айтарым, қараңдар. Сендер, ол қызды құтқаратын капитан емессіңдер. Бұл сендердің міндеттерін емес. Ол қызға ұлдардың барлығы бірдей емес екендігін түсіндіру. Ол қыз точно бір жігіт оны ренжіткендіктен ол ойлауы мүмкін, что барлық жігіттер сондай. Ол саған айтады, маған больше вообще отношение керек емес, себебі мен жігіттерге толық көңілім қалды. Барлықтарын бір дейсіңдер, барлықтарын бір тесіктен шыққансыңдар, барлықтарын бір тестасыңдар, барлықтарыңды бір етікке тығу керек деген сияқты. Бірақ сен оған түсіндіру мүмкін, жоқ, мен ондай емес, мен особенныймын, қойсашы ондайынды деп. Сен ол қызды өзгерте алмайсың, досым. Сен оны өзгертемін деп, өзіңді өзгертіп аласың. Жаман жаққа, причем. Сол үшін де мен қалаймын, чтоб сен оған уақытыңды кетіргеніңді қаламаймын. Саған надо тура, тап-таза, керемет пәк қызды ала салу керек қой, который осы уақытқа дейін жамандықты көрмеген, жап-жақсы, саған күшті әйелдік материал ретінде болатындай қызға ие болу керексің. Бұндай травмасы мен жаман тәжірибесі бар қыздарды басқаларға қалдыра сал. Нөмір 4-ші ол қаңғыбас. Білмеймін, даже мына бір сөзді дұрыс жаздым ба, жоқ па. Қаңғыбас деген сөз өзі бар ма негізі? По-моему, осылай жазылатын сияқты, Смотрите, ол қыздар, саған айтады, ол қыз саған айтады, мен барып подружкалармен қыдырып келейінші деп. Сен, не дай бог, оны шығармай қойсан, рұқсатында бермей қойсан, ол саған айтады, осындай абьюзер бола қалмашы, мен бар болғанда қыздармен, подружкалармен қыдырып қайтамын, о жақта ешкім болмайды, тек қана біз подружкалармен деп, өзінің клубына, барына, караокесіне баруы мүмкін. Бірақ сендерге мынандай бір шындықты айтайын. Егер де сен парикмахермен көп кездесе берсең, сен ең ақыры рано или поздно өз шашынды алып тыныштабасың. Яғни тура солайынан қыздарды ана клубқа бара берсе, ең ақыры бір жігіттің төсегінен табылады, рано или поздно. Сол себепті мен айтарым, бұндай қыздар саған оп-оңай измена жасап кетуі мүмкін. Сен білмейді қаласың, қалайша бұл қыздар сенен кетіп қалады. Бұлар өйткені тұрақталмайтын қыздар ғой, бұлар қаңғи береді. Олардың өмірі содан тұрады. Сол себепті бұндай қыздармен сен тек қана бір түнге ғана, егерде өзін ұйықтап шыққың келсе, онда алсам болады. Және де ондай қыздардың номерларын өзінің телефонный контактында сақтап тұрсам болады. Өйткені вдруг сен үйде жатып, мен сияқты енді постоянно жұмыс істей бермейсің ғой, 24/7. Саған да демалып тұру қажет. Сол себепті сен аласында звондайсың да өзінің Пэти Мэриларына звондап айта қалсан, давайте қыдырайық десең, ол қаңғыбастар с удовольствием саған в тот же момент ұшып келеді. Сол себепті ондай қыздар біраз сенің сотканда болғаны да дұрыс деп ойлаймын. Бірақ досым, еш уақытта оларды өз қызың қылма. Түсінген шығарсың, Келесі орында бізде феминистка және де веганка қыздар. Бұл қыздардың кейбіреулері может быть нормальный болуы мүмкін енді. Мен білмеймін, енді барлығы бірдей деп айтуға болмайды. Бірақ өзім ойлаймын, что бұндай қыздарға, феминисткаларға, осы уақытқа дейін жақсы жігіт кездесіп көрген жоқ. Рас уж олар соншама жігіттерді не терпеді, соншама жек көреді, прям олар ойлайды, что мына жігіттер барлығын құртатын осы жігіттер деп ше. И олар любойна жігіттердің мужской нәрселерін олар прям сексист ретінде көреді, абьюзер ретінде көреді. Сол себепті олар вообще жігіттерге жолағысы келмейді. Олар сильная и независимая женщина болып жүргісі келеді, понимаете? И
мен білем, что любой сильный независимый женщинаға тура сол сияқты өзіне сильный настоящий мужчина керек негізі ше, бірақ олар пока что оны түсінбейді. Сол себепті сендер оларға түсіндірудің де қажеті жоқ. Сендер оларға айтып спорласатын болсаңдар, одан әрмен өздеріне проблема тауып уақыттарыңды кетіріп аласыңдар. Ақымақпен ақымақ болудың қажеті жоқ. Себебі так, келесі бізде веганка қыздар. Сен досым қазақсың, мен қазақпын, екеуміз де ет жақсы көреміз. Мен сиырдың етін жақсы көремін, сен аттың етін жақсы көресің, мен де аттың етін жақсы көремін, біз бәріміз ет жақсы көреміз. Бірақ вот мынандай қыздар, которые шөп шаланмен питаться ететін, олар бастапқы уақытта сен философияны түсінбейді, оларға сенің философияны түсініксіз болады. Сол себепті ол саған может быть басында тамақ жасап беріп жүреді, бірақ кейіннен ол өзі ет жемегесін, ол ерінеді оны жасауға. Сол себепті саған айтады, өз тамағыңды өзің жасап аш деген сияқты әңгіме айтады. Сол кезде досым, сен бәлкім аштан қалуы мүмкін, себебі ұзақ уақыт бойы ол саған жасап жүре алмайды. Сондай кездер туындайтын болады, уверен. Ол саған по-любому айтады, давай, сен по-любому жақсы көресің бе етті, өзің жасап ал, мен шөбімді өзім жасаймын деген сияқты екеулерінде осындай тайталас болуы мүмкін. Так, екінші орында қатты қызғанатын қыздар. Қатты қызғану. Мен түсінемін, егер де ол біраз ғана сені қызғанса, ревность в норму хороша дейді ғой. Потому что сен оның жігітісің, сені жоғалтып алмау үшін ол кішкене ревновать еткені дұрыс, бірақ слишком қатты ревновать еткен тоже дұрыс емес жігіттер. Егер де ол сендерге постоянно звондап, миларыңды жеп, қайдасың жаным, қайда жүрсің, кіммен жүрсің, неге олай жүрсің, қашан келесің деп постоянно, неге үйтіп жатсың, неге мынандай жұмыс жасап жатсың деп сұрай берсе, 15 минут сайын звондай берсе, ол сендерге дұрыс жұмыс жасатқыздырмайды. Ол сендердің түгелдей дейтін өмірлеріңді құртатын болады. Плюс бұл қызға деген сендердің қызығушылықтарын өзі-ақ тез отырып қалатын болады. Себебі қараңдар, нормальный қыз, ол барады өзінің жұмысына барады, өз істерін істейді де, кешкісін сенімен көрісіп, саған жаңалықтарын айтады, өз өмірінде не қызық болды, ал сен оған өз өмірінде не қызық болған айтасың. Ал бірақ мына жерде ол қыз саған еш нәрсе айта алмайды, себебі оның ісі сені андумен болды. Чтобы сен басқа қыздарға, не дай боқ, қара қоймау үшін, басқа бір жігіттермен, то есть өзінің достарымен қыдырып ойнамас үшін ол барынша сені контрольда ұстағысы келеді. Сол себепті бұндай қыздардан қашу керек деп ойлаймын. Бұндай қыздар сенің өміріңді құртатын болады. Және де бұлар сенің успехыңды шектейді. Нөмір 1-ші орынға мен татуировкасы бар қыздарды енгіздім. Бұндай қыздар мүлде әйелдік материал болуға жарамайды. Әйелдік материал дегеніміз, яғни сенің болашақ жарым болуға жарамайды. Неге екенін түсіндіріп айтайын. Себебі қараңдар, сен, допустим, егерде әке болсан, әке, сен өзінің қызына, дочкана, татуировка қойғаның қалар мен әрине қаламайтын едің, сен айтатын едің, қызым татуировка қоюға болмайды. Сен мұсылманкасын, тем более егерде біз бәріміз қазақ мұсылман болсақ, ол күнә екендігін сендерге еске сала кетейін. Алла тағала бәрімізді тап-таза қылып жаратты. Сәйкесінше біз бәріміз тап-таза болып ана бір о дүниеге өтуіміз керек. Ал ана қыз алады не істейді? Ол сенің әкесі бола тұрса да, ол сені тыңдамай қатты татуировка қойғысы келгендіктен сені айтқан сөзіңді аттап өтіп, сонда да болмай отырып татуировка қойдырып тастайды. Бұдан біз нені байқаймыз? Қыз өз әкесін сыйламайды. Өз әкесімен қарым-қатынасы дұрыс емес. Егер де ол өз әкесін сыйламай жатса, онда қалайша сен ойлайсың, что ол сені сыйлайды деп. Ол точно сені в упор көрмейтін болады, раз уж даже әкесін сыйламай тұрса, сені тіпті. Сол себепті мен ойлаймын, что бұндай қыздар, эксклюзивный отношенияға жарамайды. Бұлармен қарым-қатынас, долгосрочный қарым-қатынас құрудың қажеті жоқ. Бұлармен тек қана бір түнге ғана төсектес болсан болады. Осымен міне жігіттер бітті. Мен сендерге айтқым келген барлық нәрсені айттым. Егер де сендерге мына формат ұнаса, онда комментарийға жаза кетіңдер, лайктарыңды қойыңдар. Сендермен болған Нұржан. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңдар.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a